Қолдан келгенше мәселенің екі жағына қарап үйренген дұрыс. Мысалы, айнаның екі жағы бар. Айнаның қара жағына қараған адам өзге түгіл өзін де көре алмайды. Мұна қап-қара кір қожалақ не нәрсе деп теріс айналып кетіп қалады. Ал айнаның жылтыр жағына қараған кісі аспандағы алтын күнді де, алыстағы асқар тауды да өз жағынан таба алады. Дәл сол секілді, басқа адамдардың жақсы жағын көре білген адам жанында көп дос болады. Тіпті біреудің қисық мінезін көрсе, мүміннің айнасы деген пайғамбар сөзіне сүйеніп, қасындағы айнадан шағылысып көрініп тұрған менің қисық бейнем емес пе екен деп ойлап, алдымен сол қисық мінезден өзі арылуға тырысады. Өйткені былай ойлай алатын адамдар өзін түземей тұрып, өзгелерді түзете алмайтынын біледі. Нақтырақ айтқанда, өзіміз ренжеп жүрген адамымызға жақсылап қарайықшы. Әсіресе, оның мінез құлқына жалпылама түрде сипаттама беріп көрелік. Оның жақсы мінезін теріс түсініп жүрген жоқпыз ба? Анықтап қарасақ, оның жақсы қасиеттері көп ақ. Сабырлы, кішіпейіл, ашық, жарқын, тағы басқа. Ал енді біздің ренжуімізге себеп болған мінездеріне қарап көрейік. Тас жүрек, қорқақ, жәңкілдек, тағы басқа. Иә, көріп отырғанымыздай, кейбіреуіміз сабырлықты тас жүректікпен, кішіпейілділікті қорқақтықпен, ашық жарқын кісіні шәңкілдікпен шатастырамыз. Немесе солай көреміз. Өйткені ойымыз сондай, жан дүниеміз сондай. Жарайды, шынымен солай ақ болсын. Яғни тас жүрек, қорқақ, шәңкілдек, тағы басқа ренжіген адамымыздың жақсы жаман мінездерін саналап шықсақ, оның жақсы мінездерінің жанында ұнамсыз мінездері үлкен ақ қағаздағы кішкене дақ секілді болып қалады. Ендеше, оған деген ренішіміз орынды ма әлде орынсыз ба? Бір таразылап көрейік. Ойланғанда да төмендегі мысалға назар аударайық. Бір кемеде 10 адам бар делік. Олардың біреуі қылмыскер болса, онда сол бір қылмыскерге бола кемені батырып жіберуге бола ма? Онда қалған 9 адамды нақақтан-нақақ өлтірген боламыз ғой. Тіпті олардың 9-ы да қылмыскер болса, кемені батырып жіберуге ешкімнің құқығы жоқ. Өйткені бір адамның да өмір сүруге хақы бар. Егер адамды кемеге жаман қасиеттерді қылмыскерге теңесек, жоғарыдағы мысалдан мынадай қорытынды шығады. Жақындарымыздың 9 емес, 99 жақсы қасиеті бар. Сондықтан оның 1-2 кемшілігіне кекпен емес, кешіріммен қарауға тырысу керек. Аяқ киім шығаратын үлкен компанияның басшысы бір қызметкерін Африкаға фабрика ашып-ашпау керектігін зерттеу үшін жібереді. Көп күннен кейін көңілсіз оралған әлгі қызметкер. Ол жаққа фабрика ашудың мүлдем керегі жоқ. Құр шығынға батамыз. Себебі онда ешкім аяқ киім кимейді екен, дейді. Біршама уақыттан кейін компания басшылығы Африкаға басқа бір қызметкерін жібереді. Көп өтпей қайтып келген қуанышты қызметкер: жолдастар, тез арада Африкаға фабрика ашуымыз керек. Себебі онда ешкімнің аяқ киімі жоқ, дейді. Осы оқиғадағы екі қызметкердің көзқарасына қарап, қандай қорытынды шығаруға болады? Бір мәселе жайлы шешім шығармас бұрын, оған жан-жақты қарай білуіміз керек. Оңы мен солынан назар аударуымыз керек. Ең бастысы, кез келген мәселенің жақсы жағына қарап, жақсы ойлай білуге дағдылануымыз керек. Егер осы мақаланы оқып отырып,
болмайтын нәрселерді неге жазған? Құр босқа уақытымды алды ғой деп ойласаңыз, онда біздің қоғамның жақын арада түзелетініне сенбеймін. Сізді де сендіре алмаймын. Ал егер осының бәрі пәленшеге айту керек, төленшеге оқып беру керек екен деп ойласаңыз, қоғамымыз жақын арада түзеле қоймайды. Егер ойпырмай, нағыз маған керек мақала екен, үйренетін көп нәрсе бар екен деп ойласаңыз, онда болашаққа үлкен сеніммен қарауға болады. Жақсы ой, жағымды пікір, жаңашыл көзқарас болса, болашағымыз жарқын болмақ. Ендеше, ардақты ағайын, жарқын болашаққа жақсы оймен, жаңашыл көзқараспен қадам басайық. Іске сәт. Дерек сөз «Жасырмаймын» кітабынан алынды.